Қазақстан елін білім күнімен құттықтаймын. 80 жылдық мерейтоймен тұспа-тұс келген білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Бұл күн әр баланың көкірегіне нұр құйылған, әр ұстаздың жүрегі тебіреніп, көңілі шарықтаған, әр ата-ананың мерейі өсе түскен нағыз қуанышты күн. Жиып алып балғын шәкірт достарды, салтанатты, сәнге бөлеп жасшанды. Мектептердің қоңырауы қағылып, тағы міне білім күні басталды. Алғаш мектеп табалдырығын аттағалы отырған бүлдіршіндерімізді ортаға шақырамыз. Жетекшісі педагог зерттеуші Қойшина Айсәуле. Жетекшісі педагог зерттеуші Қойшина Айсәуле. Бірінші сыныбы жетекшісі педагог зерттеуші Молдағанова Жұмагүл. Бірінші сыныбы жетекшісі педагог модератор Әбдікаримова Мөлдір. Бірінші сыныбы жетекшісі педагог сарапшы Бекова Қалбибі. Я сидеть на напал не стал нам. Дайындықтан оқытқан мұғалімдер болып тұр ғой. Бәрін бірдей қылатын адамдар ғой. Ісінің таңдаулы сын озығын тәрбиелеп шығарады бұл мектеп. Айтылады мақтаныш бейнесімі Әбдіқалықов атындағы бұл мектеп. Алғашында медресе 1943 жылы іргетасы қаланған мектеп, онан кейін 7 жылдық, 8 жылдық. 1958 жылы Шәбден Ералиев атындағы орта мектеп. 1993 жылы Маршал Әбдіқалықов атындағы орта мектеп. 2015 жылы гимназия статусын алып, бүгінгі таңда Маршал Әбдіқалықов атындағы мектеп гимназиясы болып қалыптасуында да үлкен белестердің сыры мен тарихы жатса керек. Кезекті жас мамандарға берейік. 27 секунд бұл. Толқынданып жатса дағы көктегіз, маршал жаққа мойын бұрмай өтпеңіз. 80 жылдық шежірені шертеді ол, ал шежірені мектеп жайлы өткеніз. Қадірлесең тарихты ұрпақ қадірле, бабаларда үміт күткен жастардан. 80 жылдық парақтасаң әрбеті, рухымызды қадірлеуден басталған. Мектеп ашып, бал оқыту қашанды, ұрпағымның болашағы жауаппыз. Ақшықылда мешіт салып ұстаз боп, машырық қашы атқарыпты сауаппыз. Ел толықты, жастармен жалынды, мектеп ісі қолға алғандар табылды. Бастауыштан 7 жылдық аталып, халық өсіп, орта мектеп салынды. Жарты ғасыр артқа тастап жаңғырып, ұлттығымыз қайта тербеп бесігін. Мектебімде иеленді сән құрып, өлкемізден шыққан тұңғыш журналист Әбдіқалықов Маршал атам есімін. Білім бақтың бар тарихын қаттаған, мектебіме 80 жылдық мақтанам. Жаңа жылдық өн бойынан
Астанағы зұлмат соғыс жарасын, ақиқат қой, тарих берді бағасын, Ақшұқырдағы ең алғашқы мектепті Үштөректен іргетасын табасың. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really
Кішкентай болсам да бойымда таудай талабым, жақсылыққа ұмтылған білімге құмар баламын. Сен жалдақ тарихған мектепке, шәкірт болу бар бақыт, сол бақытқа ие оған баламын. Білім алған болсы дүзбей уақыт. Қоңырау мерекесіне жиналған ата-аналар, оқушылар, ұстаздар, бүгінгі мереке құтты болсын. Өте жақсы көңіл күйде, мынау біз ардагер ұстаздар, үйде жатқан зейнеткерлер сіздерді көріп, мына бізде мектебімізге келіп, жақсы көңіл күйде тұрмыз. Ал болашақта жаңа естіп отырмыз, мектептің үлкен жетістіктері ұлғая берсін. Ұжым әр уақытта да жақсылыққа жете беріңіз. Аманкүл, сізге көп-көп рахмет. Біздерді шақырып, осы сіздерменен біріккендерімізге, көргенімізге өте қуаныштымыз. Барлық жетістіктеріңіз құтты болсын. Биылғы мынау ұбт тапсыратын түлектер сәттілік сендерге. Биылғыдай жетістік сендерге де жете берсін дегім келеді. Мына құртақандай бүлдіршіндер, ата-аналары, балаларыңыз сондай үлкен азамат болып, осы жақсы мектептің түлегі болсын. Мектептің болашақта болайын деп атқан мынау 8 жылдық мерекесі де бүгінгі мерекеде құтты болсын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Құрметті бүгінгі алғашқы қоңырау білім күніне жиналып отырған барлық осы ата-аналар және Маршал Әбдіқалықов атындағы мектептің ұжымы, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа біз енді осы күтіп отыратын күніміз біздіңде. Алғашқы қоңырау, соңғы қоңырауда біз де күтіп отырамыз, ардагер ұстаздар. Осы мектептің әрбір жетістігіне қуанып отырамыз. Барлығын көріп отырамыз, хабардармыз. Ал мектеп ұжымы, еңбектеріңіз ары қарай жақсы, осындай қуаныштарменен жалғаса берсін. Ұрпақтарыңыз аман болып, мектептің атын ілгері қарай дамыта берсін. Еңбектеріңіз жана берсін. Құрметті ата-аналар, сіздердің қуаныштарыңыз, ұрпақтарыңыз, сіздерді міне кішкентай ғана бүлдіршіндеріңіз бүгін бірінші мектеп табалдырығын аттайын деп отыр. Сол мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндеріңіздің қадамдары құтты болсын. Сіздер әр уақытта тек қана қуанышқа, осылай ұрпақтарыңызбенен бірге қуанып жүре беріңіздер. Енді мектеп түлектері, өздеріңіз біліп жатырсыңдар, білімнің қандай дәрежеге жеткізетінін. Біз енді Қазақстанның болашағы сендерсіңдер. Сондықтан сіздерге сәт сапар, ақ жол тілейміз. Сіздерден үміт күтеміз. Осы болашағымыз біздің мемлекетімізді, Қазақстанның көк туын жоғары әрі қарай көтере береді. Елдер арасында Қазақстанның атын жоғары дәрежеде көрсете береді деп сенім білдіреміз. Барлығыңызға да бүгінгі мереке құтты болсын. Оқушы болдың қырағым соғылады қоңырау алғашқы деп. Алғашқы қоңырауды күмбірлете соғу үшін ортаға мектебіміздің зейнеткер ұстазымыз Арапаева Гүлсімге ерекше құрметпен және мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отырған бүлдіршіндеріміз Бекболат Ағзам мен Көңілім Қос Инабатқа тапсырылады. Қаламдарыңызға сәттілік.
болсын. Еңбегіңмен алған білімің өзің үшін де, елің үшін де таусылмас асыл қазына болмақ. Елін, жерін сүйетін, жаны ізгі, жақсы азамат болып өсетініңе сенемін. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Сыйса көйлек үстінде тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Айналайын бүлдіршіндер, мектебіміздің табалдырығын алғаш аттап, бірінші сыныпқа қадам басқан бүлдіршіндерге мектебіміз өз есігін айқара ашпақ. Ендеше бүлдіршіндер, мектепке кірейік. Мектепке біздің үлкен апаның кішкентай немересі сабаққа келіп жатыр. Апа, құтты болсын. Жақсы оқысын. Кім деген жаңағы Мирасбек мені оқушым еді. Енді немерелерінің балаларын оқытып жатырмыз. Сол айтқандай-ақ баласын, оның баласын оқытып жүре берейік. Жақсылықта келсек, апа.